أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقا وفهما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі қасиетті жұма күні мешітке басып келген қадамдарымызды Аллах Тағала күнәларымызды кешіріп, өзінің рахымына мейіріне бөлесін. Өзінің алдындағы дәрежелерімізді көтерсін. Күнәларымызды кешірсін. Әмин. Бүгінгі тақырыбымыз ұстаз жайында. Ұстаздың орны дейді. Ұрпақ тәрбиелеуде ұстаздың орны дейді. Халқымызда білесіздер, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген жақсы сөз бар. Ұстаз дегеніміз ол тек қана ол білім беретін адам емес, ол жол көрсетуші, былайша айтқанда тура жол көрсетуші, жақсы ақыл айтушы, насихат айтушы, жалпы үлгі болатын адам. Бірінші кезекте ұстаз деген кезде біздерге ойымызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келеді. Өйткені білесіздер, адамзаттың ұстазы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағыдай өте кәміл тұлға ғой. Кәміл тұлға қай жағынан алғанда соның бір кәмілдігі ол осы ұстаздығы. Ол сол өзінің ұстаздығын сахабаларға үйретіп кетті. Одан кейін сөйтіп біздерге қарай жетіп келді. Сол сахабалардың өмірін қарайтын болсақ, біздерге жалпы ұстазға қарым-қатынас қалай болу керек? Соны біздерге көрсетіп кетті. Тарихтан қарайтын болсақ, мысалы, Абдуллах ибн Аббас деген сахабаны білесіздер, радиаллаху анху. Сол кісінің оқиғасы бар. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху жас кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кез дейді. Дүниеден өткен кезі, қайтыс болған кезі, сол кезде Абдуллах ибн Аббас әлі жас дейді. Әлі жас. Білім алуға деген несі бар? Мақсаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның енді әкелген білімін алу, оны сақтап, оны тарату мақсаты сол болды. Артынан қандай адам болғанын білесіздер ғой, қандай ұлы ғалым, сахабалардың ішіндегі ғалымы болды. Сол бір күні аңсарлық Мәдинадағы аңсарлық жігітке, сахабаға айтты: екеуміз барып пайғамбарымыздың сахабаларынан білім алайық. Пайғамбарымыздың білімін алған сахабалардан барып білім алайық деді. Сонда әлгі аңсарлық жігіт не деді? Біздің қасымызда деген пайғамбарымыздың сахабалары толып жүр ғой дейді. Егер бір нәрсе қажет болса, бір нәрсе сұрау керек болатын болса, сұрай қоямыз дейді. Енді білесіздер, ол кезде сахабалар неде? Мәккада да бар, Мәдинада да бар, толып жүр ол кезде. Ешқандай сол заманды есептеп айтып отыр ғой. Біз ешқандай қиналатын ештеңесі жоқ. Мәдинада қасымызда толып жүр, бір нәрсе болса барып сұрай қоямыз дейді. Мына тұрған жер ғой дейді. Сонымен не істейді? Ол білім алуға деген енді ондай қатты қызығушылық танытпайды ол жігіт. Сосын Абдуллах ибн Аббас өзі кетіп қалады. Өзі барып, сол білім ізденіп, сахабалардан мысалы кім қандай хадис біледі, кім хадис жеткізеді, хадис айтады, соның барлығын тыңдап, жаңағыдай жазып деген сияқты сөйтіп білім ізденіп кетеді. Сөйтіп бір сахабаға естиді, бір сахаба осындай сахабадан бір осындай бір хадис жетті деген естіледі.
Сосын сол сахабаның үйіне барады. Үйіне барады да не істейді? Жаңағыдай біздер сияқты ойбай есігін тақылдатып, мен сені хадис алайын деп келіп тұр едім, есігіңді аш демейді. Сол кісі қашан үйден шығады, есік алдына жаңағыдай киімін шешіп төсеп, есігінің алдына отырып алады. Сосын жаңағы кісі үйінен біраз уақыттан кейін шығады, біраз уақыт күтеді екен. Ол жақта білесіздер ғой, енді күн ыстық, жел ұрып тұр, адамды жаңағыдай не істеп жүреді? Шаң, адамды кептіріп жібереді, шаң отыра алмайсың, шаң үстіңде шаң басып қалады. Сосын жаңағы кісі біраздан кейін шыққан сахаба, үйінен шыққаннан кейін қараса, алдында Абдуллах ибн Аббас отыр дейді, үсті басы бәрі шаң-шаң, топырақ, сөйтіп отыр дейді. Сосын жаңа сахаба не істеп қалған ғой, біртүрлі болып қалған ғой шыққаннан кейін. Ибн Аббас, не істеп отырсың солай? Енді маған келгеннен кейін есігімді соғып, немесе бір қызметшілеріме айтып, мен келіп тұрмын солай деген, Абдуллах ибн Аббас келіп тұр деп айтсаң, ішке кіргізетін едік қой деген сияқты айтқан ғой енді. Сосын Абдуллах ибн Аббас айтады дейді, жоқ, мен сізді үйде демалып жатқан шығарсыз, мысалы, өзіңіздің шаруаңыз бар шығар, мен сізді мазалағым келген жоқ деп айтты дейді. Мен келіп тұрмын екен деп, сіз бүкіл шаруаңызды, демалып жатқан жеріңізді, демалысыңызды тастап маған келмейсіз. Мен сізден білім алу үшін мен келіп тұрмын, былайша айтқанда мен шәкіртпін, сіз ұстазсыз. Шәкірт әрқашанда ұстазға келеді деп айтты дейді. Сосын жаңағы ұстаз енді ыңғайсыздап кеткеннен кейін жаңағы үйден шыққан сахаба айтқан ғой. Енді бұл Абдуллах ибн Аббас білесіздер кім екені? Пайғамбарымыздың бұл туысы. Аббас деген көкесінің баласы ғой. Жаңа сахаба енді шошып кетеді ғой. Пайғамбарымыздың туысы есіктің алдында шаң-шаң болып отыр. Бұл қалай болды дейді ғой енді, бұл қалай болды? Бір ауыз айтсаң, мен саған баратын едім ғой дейді, үйіңе былайша айтқанда. Бір ауыз айтсаң, мен хадис алайын деп едім сенен десең, мен саған баратын едім ғой дейді. Сондағы айтқан сөзі ғой Абдуллах ибн Аббастың. Яғни бұл жерде нені көрсетіп жатыр? Шәкірттің ұстазға деген құрметін көрсетіп жатыр. Яғни жасы үлкен болсын, жасы кіші болсын, қандай шәкірт болса да, ұстаздың жасы қандай болса да, оған не? Яғни мен білім ізденуші менмін, мен сіздің алдыңызға келіп тұрмын, және оның жаңаға мазаламай есік алдына қашан шығады екенін күтіп отқан. Бұл енді сахабалардан қалған бізге бір үлкен үлгі өнеге. Бұны кім үйретті? Бұны әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретті. Және осындай жағдайлар кейінгі табиғиндер, одан кейінгі кезеңдегі адамдар, одан кейінгі адамдар осылай қала берген. Дәл осы схема деп айтамыз ба, қалай деп айтамыз? Осы үлгі қала берген ғой. Барлық ғалымдарымыздың бәрін тарихын оқып қарасақ, біздің шариғатта исламдағы барлығы осылай білім алған. Ұстаздың үйіне мысалы барған кезде ол жаңағыдай қабылдай алмайды, бос емес, демалып жатыр, тағы бір шаруасын істеп жатыр десе, сол жерде күтіп отыра береді. Бір күн ба, 2 күн ба отыра жүре береді сол жерде. Қашан қабылдайды деген кезге дейін солай. Құрметі сондай болған олар білімге. Ой, жаңағыдай біз сияқты барып, ой, есігін ашпайды екен, үйіне барсам қабылдамайды екен, телефон соқсам телефон көтермейді екен, кеттім мен деп кетіп қала қоймайды да. Олар білімге деген махаббаты соншалықты, білім алуға деген, ұстазға деген құрметі сондай керемет. Аллах тағала да оларға сондай білім берген де сол үшін. Көрдіңіз бе? Сол үшін білім берілудің бір үлкен себебі не дейді? Шәкірттің ұстазға деген құрметі болу керек. Сол себепті де Аллах тағала сол адамға не істейді? Білімнің бір несін шеті ашылады дейді. Егер ұстазға деген құрмет болмаса, онда не? Ол адамға жақсы білім берілмейді деп айтылады жалпы. Қазіргі уақытта біздерге енді осы нәрсене өте керек нәрсе. Бұл жерде мысалы тек қана дінді үйрететін ұстазды айтып отқан жоқпыз. Бұл жерде мысалы дүнияви білімді беретін ұстазға да қатысты. Мысалы мектептерде ұстаздарға қандай шәкірттер қандай құрмет көрсету керек. Егер ол мектептің ұстаздарға құрмет болмаса, ол шәкірт жақсы білім ала алмайды. Соны енді ол қазір неше түрлі
балдар әлі жас, біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Соны ата-ана ретінде біздер балдарымызға үнемі айтып отыруымыз керек. Мектепке барғаннан кейін ұстазды құрметтеу керек, ұстаздың айтқанын тыңдау керек, ұстаздың кемшілігіне қарамау керек. Адам болғасын бәрінде кемшілік болады. Егер анау бүйтті, мынау сөйтті екен деп одан білім алмайтын болса, ешкімнен білім ала алмай қалады. Әрине, ұстаз дегенде ұстаздың ішінен жақсысын таңдаған әрине жақсы ғой. Мысалы, қарап жүріп, жайлап сыртынан бақылап жүріп деген сияқты ішінен жақсысын таңдаған жақсы, бірақ жалпы алғанда ұстаздың кемшілігіне қарай бермеу керек. Тіпті көрмей қалу керек қой. Көрмей қалу керек. Көзін жұмып көрмей салу керек қой сол жерде. Өйткені ол ұстаздың бір кемшілігін көрсе, ары қарай білім алуға деген жаңағы ынтасы кетіп қалуы да мүмкін. Сол үшін ұстазға деген құрмет соншалықты оның кемшілігінде көрмей, мақсат не? Мақсат білім алу. Құрметтеу керек па? Құрметтеу керек. Білімін алу керек па? Білімін алу керек. Болды. Енді бір ұстаздың жалпы орны қандай? Жалпы білімнің жалпы орны қандай? Білім алудың. Сол жайында бір оқиға. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке асықпай жайлап кіріп келді дейді. Пайғамбарымыздың жүзі нұрланған, мешітке кіріп келсе, екі топ отыр дейді мешітте. Екі топ. Біреуі мына жақта, біреуі мына жақта. Сол бір топтағы адамдар құлшылық жасап жатыр, біреу дұға жасап жатыр дейді. Сондай құлшылықпен айналысып жатыр жалпы. Екінші топтағы адамдар мынандай домалақ шеңбер құрып алып отырып білім алып жатыр дейді. Біліммен айналысып жатыр дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі топқа да қарап тұрды да айтты дейді: мына екі топтың екеуі де жақсы амал жасап жатыр деп айтты дейді. Мына екеуі де жақсы амал жасап жатыр, бірақ мына білім алып жатқандар абзалырақ деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Білім алып жатқанда не? Абзалырақ деп айтты дейді. Сосын сөз жалғастырып айтты дейді: мына топ Алладан жаңағыдай дұға жасап жатыр, құлшылық қылып жатыр, жалбарынып жатыр Аллах Тағалаға. Алла қаласа береді, қаламаса бермейді деген. Ал мына екінші топ ілім үйреніп, оны үйреніп қана қоймай, сол басқаларға үйретіп жатыр. Білім алып, басқаларға үйретіп жатыр. Олар абзалырақ деген. Көрдіңіз бе? Негізі мына жерде қараңыз. Бізде шариғатымызда өзінен қарағанда адамдарды, басқа адамдарды ойлау, соларға көмектесу абзалырақ болып есептеледі әрқашанда. Өзінің шаруасын тастап біреуге көмектесем дейтін болса, ол әрине ең абзал амал жасаған болады. Өйтіп екінің бірі жасай алмайды. Сол сияқты дұғада енді әркім өзі үшін сұрайды ғой, өзі үшін дұға қылады, өзі үшін ғибадат қылады. Бірақ мына жақта білім алу, ол білімді мен өзіме деп алмайды да ол. Мен әрине өзім білем, үйренем деп алады, бірақ мен үйретемін деп те алады ол білімді. Екінші мақсаты, ниеті. Мен үйретемін деп алады. Сол үшін не деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Оның несі? Білім үйренудің абзалдығы міне сондай құлшылық қылудан да тіпті артық деп айтқан сөздері бар екен. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мен өзім де мұғалім болып жіберілдім деп айтты дейді жалпы. Арғай сөзін жалғастырып. Сол үшін де білімнің несі екен? Қадірі өте үлкен. Өйткені білім әрқашанда, мысалы Құранда Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ярфағиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Сендердің араларында, Аллах Тағала сендердің араларында иман келтіргендерді және білім берілгендердің дәрежесін көтереді деген, жоғарылатады деген. Иман келтіргендер және сонымен қоса білім алғандардың, ілім алғандардың дәрежесін Аллах Тағала жоғарылатады деген аят бар. Сол үшін де білімнің несі, қадірі өте бізде жоғары болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге білім алып, оны үйретуді насихаттаған және мынандай хадис айтқан: Хойрукум ман таалламал Қур'ана ва алламаху. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп және оны үйреткендер деген. Ұстаздардың ішіндегі ең жақсыларының бірі ол мұғалімдердің ішіндегі кім екен? Құран үйрететін мұғалімдер екен. Құран үйрететін мұғалімдер ішінде
ең жақсы ұстаздардың бірі болып есептеледі. Өйткені ол не? Аллах тағаланың сөзін дұрыстап оқуды үйретеді. Иә? Қазіргі уақытта мынандай бір мәселе бар енді. Білім алу үшін қазіргі уақытта не? Әлеуметтік желі дамып кеткен заман. Содан мысалы бізде телефоннан, басқа да нәрселерден көптеген ақпараттар көреміз. Сол жерден жаңағы уағыз айтылып жатады, білім алып жатады, сондай болып жатады. Бірақ телефоннан, сондай әлеуметтік желіден алған білімнен жаңағыдай не деп айтамыз? Живой алған білім артығырақ. Келіп, мысалы, сол адамның өзінен бар ғой, өзінен аяқтай келіп, алдына отырып, білім алған не? Артығырақ екен. Өйткені оның ол кезде білімнің бір несі болады? Берекесі болады. Білімнің берекесі болады. Ол алдында отырғаннан кейін ол түсінбей алған жері болса сұрай алады. Сондай мысалы білмей алған жері болса сұрай алады. Ал егер бір алыстан отырып бір телефоннан жаңағыдай бір әлеуметтік желден алып отырса, ол тек ақпаратты тыңдайды да қоя салады деп болды. Сол үшін де не білімді осылай келіп алу керек екен. Сондықтан да жаңа ұстаздың қадірін айтып жатырмыз бұл жерден. Ұстаздың қадірі сондай. Оған келу керек шәкірт. Келу керек. Ұстаздың алдынан өту керек дейді. Баяда сұрайды ғой. Қандай ұстаздың алдында отырдың, кімнің алдынан өттің деген сөздер айтатын еді. Сол мысалы мен білім алған адам солай айту керек. Мен осындай деген ұстаздың алдына отырдым, осындай деген ұстаздың алдынан өттім, үйрендім деп мысалы айта алатындай деңгейде болу керек екен. Ол ұстаз дегеніміз бұл екінші бір ата-ана. Егер дәрежесін айтатын болсақ, ол сол шәкіртіне өзінің барлық ақылын, барлық жақсылығын айтады. Тек қана білім беріп қана қоймайды. Қандай пайдасын тигізе алады, былайша айтқанда, сол пайдасының барлығын тигізеді. Ақыл айту керек болса, ақыл айтады. Өмірлік қажеттіліктер болса, бір жерден мысалы өмірде болады ғой, мысалы қателескен тұстары болатын болса, солардың барлығын түзеп жіберуге сол ұстаздың септігі өте үлкен зор. Сол үшін де Хазіреті Али радиаллаху анху айтқан, маған бір әріп үйреткен адамға 40 жыл құл болуға дайынмын деген. Маған бір әріп үйреткен адамға 40 жыл құл болуға дайынмын деген сөздер айтқан. Бұның барлығы неге? Сол ұстазға деген құрметті көрсеткен ол кісілер. Сол үшін жаңа айтып жатырмыз, ұстаз тек ол оқытушы ғана емес, ол өмірлік бағыт бағдар беретін, дұрыс жолға салатын адам. Біздерге енді ұстаздардың ішінде ең ұлы ұстаз кім десек, бұл не? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Бүкіл адамзаттың ұстазы болған. Және ұстаздарда қалай ұстаз болу керек екен? Бірінші кімнен? Бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бастап не істейді? Үйренеді. Содан кейін барып сахабалардан, одан кейінгі кісілерден үйренеді. Өмір баяндарынан үйренеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис айтады: "Мен далла аля хойрин фалаху мислу аджрин фағилихи." Кімде-кім бір жақсы іске көрсетсе дейді, бір жақсы іске себепкер болса, оған сол жақсылықты жасаған адамның сауабындай сауап алады деген. Істемесе де, бұл жерде қараңыз, істемесе де, мысалы кім қандай да бір адамға дұрыс жолды көрсетіп жіберсе, немесе бір жақсы бір нәрсе үйрететін болса, егер сол адам сол амалды жасайтын болса, көрсеткен, жаңа үйреткен адамға да несі сауабы барып тұрады. Өзі қандай сауабы болады? Істеген адамның өзі қандай сауабы болады? Сол көрсеткен, үйреткен адамға да сол барып тұрады. Сол себепте де біздерде сол сахабалар сияқты сахабалардан үлгі алуымыз керек. Яғни бір-бірінен қалай білім алған, пайғамбарымыздың алдында қалай отырған,
пайғамбарымызға деген құрметі қалай болған. Былай бір мысал келтіруге болады. Мысалы пайғамбарымыз мысалы ұстаз деп айттық. Қазіргі ұстаздарда мысалы пайғамбарымыздың орнына қоятын болсақ, пайғамбарымыз сияқты болса, шәкірттер сол пайғамбарымыздың алдына сабақ алуға келіп отқан сахабалар сияқты болу керек. Сахабалар қалай құрмет көрсетті, шәкірттер ұстаздарына сондай құрмет көрсету керек. Және де мысалы шәкірттер сол мысалы сахабалардан білім алуға келген табиғиндер, солар қалай амал жасады, қалай білім алды, сондай оқиғаларды, сондай кітаптарды оқу керек негізінде. Яғни білім алудың әдептері деген бар ғой, білім алудың әдептері бар. Сондайларды оқып үйрену қажет. Қазіргі уақытта, біздің уақытта әдеп, жақсы мінез құлық деген нәрсе өте бір қажет, ауадай бір қажет болып қалды. Өздеріңіз білесіздер неге екенін. Қазіргі уақытта қанша жерден біз жақсы жолда жүрміз, дұрыс жолда жүрміз дегенмен мінез құлық әлде де дұрыс емес болып тұр. Сол үшін сол мінез құлықты дұрыстау үшін пайғамбарымыздың өмірбаяны, сахабалардың өмірбаяны және табиғиндердің өмірбаяны, мысалы атақты одан кейінгі адамдардың Абу Ханифа, имам Малик, атақты имам Ахмад, имам Шафиғи сияқты ұлы ғалымдардың өмірбаяндарын оқыса, мысалы білім алу жолдарын оқып шықса болады. Олар қандай, мысалы ұстаздарға қалай қызмет көрсеткен, имам Бухари мысалы рахимахуллах, Алла оларға разы болсын, хадис алам деп қаншама жерге барған. Хадис алам деп былайша айтқанда өте алыс жерлерге барған ғой. Хадис алам деп, сонда мен хадисті үйренем, хадисті пәленше деген кісіден мен пайғамбарымыздың айтқан сөзін мен аламын, жеткіземін, соны сақтаймын, жазамын деп қаншама алыс жерлерге барған. Сондай еңбек, енді қараңыз, ол кісіде сондай еңбек, соны хадистері жазып қалдырып кетті. Және сол сияқты басқа да үлкен ғалымдар Аллах Тағала дәрежелерін қандай қылып көтеріп қойды. Сол еңбектері себепті. Хадиске деген құрметі себепті. Олар хадисті айтылып жатқан кезде тұрып тыңдайды екен. Хадис айтылып жатқан кезде орнынан тұрады екен тіпті. Ұстаздарынан хадис айтылып жатқан кезде орнынан тұрып, сондай хадиске, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзіне сондай құрмет көрсетеді екен. Хадис жазған кезде де біреу білер, біреу білмес, дәрет алып келіп, тіпті хадис жазған уақытта намаз оқып тұрып хадис жазған екен. Намаз оқып тұрып, ойлап қараңыз, әрбір хадистің арасында намаз оқып тұрып хадис жазған. Сондай хадиске деген құрметтері, яғни білімге деген құрметтері ғой, ол кісілердің білімге деген құрметтері. Сол себепті Аллах Тағала білімге, егер бізде де сондай құрмет болса, бізде қазір айтып жатыр ғой, менің басыма қонбайды, мен білім үйрене алмай жатырмын, анаған барам, мынаған барам дейді. Ол мүмкін өзінде шығар проблема. Білімге деген махаббаты жоқ шығар, немесе ұстазға деген құрметі жоқ шығар, ол білім ала алмайды. Ол қанша жерден 100 ұстаз аралап келсе де, онда білім ала алмайды. Біріншіден біз білуіміз керек, білім ол Аллах Тағала береді. Ұстаз бермейді, кітап бермейді, білімді беретін Аллах Тағала, қалған адамдардың барлығы, құралдардың барлығы ол себепкер екен. Жалпы біз білуіміз керек. Бірақ сол себепкерлердің барлығын біз құрметтеуіміз керек. Ұстаз болсын, кітап болсын, қандай құрал бар, білім алатын құралдардың барлығын біз құрметтесек, онда білім алуға не болады? Үлкен септігін тигізеді. Бір соңғы сөзімізді біздің қазақ халқы енді өте үлкен дана сөздер айтқан ғой, Құран хадистерден алынған, мағынасы өте терең. Сондай бір сөздердің бірі, ұстазыңды атаңнан да әзиз тұт деген бір сөз айтты. Ұстазыңды атаңнан да әзиз тұт деген, яғни атаңнан да артық құрметте деген сөз, әзиз деген. Ұстазыңды атаңнан артық құрметте деген сондай сөздер айтып қалдырған екен ата бабамыз. Аллах Тағала осы айтылған уағыздарымызға баршамыз амал қылуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.